12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті маңғыстаулықтар, күндердің сұлтаны, қасиетті жұма баршамызға құтты берекелі болсын. Қасиетті жұма күні дін мен дәстүр бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгінгі бағдарламамызда қозғалатын тақырып ең өзекті мәселелердің бірі, әрі қоғамға да пайдасын тигізетіні сөзсіз, садақа берудің сауабы және садақа бәле жаланы қайтарады деген тақырыптардың аясында болады. Бұл тақырыпты бізге кеңінен ашықтап түсіндіріп беру үшін қонағымыз келіп отыр. Қонағымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облысы Ақтау қалалық Ержан Хазірет мешітінің наиб имамы Бақытжанов Ержан мырза. Қош келдіңіз. Енді дінімізде жалпы садақа берудің маңыздылығы жайлы көптеген дүниелер жазылып кеткен. Бұның адам баласына, қоғамға пайдасы тиетін болғандықтан да Аллах Тағала бізбенен сізге астынсыз талай нәрселерді айтып кетті. Осы орайда осы садақа берудің жақсылығы, сауабы жөнінде өзіңізбен иншалла ары қарай жалғастырайық. Бірінші сұрақ, садақа жалпы дінімізде орны қандай садақаның? Бисмилля, альхамдулилля. Ассалаумағалейкум, құрметті жүргізуші, құрметті көрермендер. Енді садақа мәселесіне келетін болсақ, жалпы ислам діні жақсылыққа шақырады. Жақсылыққа үндейді, бұйырады. Соның жақсылықтардың ішіндегі осы нәрсе садақа. Садақаның шариғатта түрлері бар. Енді бұл тілдік тұрғыдан қарайтын болсақ, садақа сөзі бізге араб тілінен енген. Араб тілінде садақа шыншылдық, ықылас деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл шынайы ықыласты түрде берілу керек болған мұқтаждарға берілетін мал-мүлік, басқа да киім-кешек түрлері, материалдық көмек, тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде айтып өткендей, бауырыңның жүзіне күлімдеп қараудың өзі садақа дейді. Жақсы сөз садақа деген сияқты, жалпы өзгелерге жақсылық жасау садақа өсіп береді бізде шариғатта. Енді осы садақаның түрлері бар. Бірінші кезекте міндетті болған садақаның түрі бұл зекет. Адам нисап мөлшеріне мал-мүлкі жеткен кезде жылына бір рет садақа беру мұсылманға парыз. Ал енді екінші ол нәпіл. Бұл садақа міндетті емес, жалпы кез келген шамасы келген адам береді. Қолында барымен береді. Бұл жерде бай кедей деген нәрсе бөлінбейді. Барынша қолында жетіп тұрса, өзгелермен бөлісу бұл да нәпіл садақаға кіреді екен. Ал енді бұл садақаның Құран кәрімде және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде артықшылығы өте көп деп айтылған. Құдай жолында жақсылық жұмсайтын болсаңдар, Алла Тағала оның орнын толтырады дейді Құран кәрімде. Сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям садақа алда келе жатырған бәле жаланы қайтарады дейді. Басқа бір хадистерінде, Табараниде келген хадисте, өздерінің дерттеріңді, ауруларыңды садақа беру арқылы емдеңдер дейді. Демек, садақаның көптеген пайдалары бар. Бірінші кезекте ол біздің Раббымыздың разылығы. Екінші кезекте біздің күнәларымыздың кешірілуіне себеп болады. Тіпті алдымызда келе жатқан бәле жала сынақтарды қайтарады садақа деген нәрсе. Және де науқастанып қалсақ, сол науқастығымызға садақа беру арқылы шипа табуға болады екен. Бұл нәрселердің көрінісін біз ғалымдардың өмірінен қараймыз. Абдулла ибн Мубарак деген ғалым қатты науқастанып жатқан кезде бір мұқтаж кісіге садақа береді. Сол кезде сол дертінен айығып кеткен екен деген секілді. Бұлардың барлығы хадистерді, аяттарды оқи отырып, осыған амал ету үшін мұқтаждарға көмектескен. Бұл жаңа айтып өткенде садақа бұл шыншылдық, ықылас деген мағынасы бар тілде. Демек, біреуге бір зат беретін кезде, көмектесетін кезде бұл шынайы болу керек. Қожа көрсін емес, шынайылы өзіңіздің жүрегіңізден шығып, Раббының разылығын көздей отырып көмектессеңіз, жаңағы айтып өткен сауаптарға кенеледі екенсіз. Рахмет, Алла разы болсын. Жаңа сөзіңіздің арасында өте бір жақсы нәрсені айтып кеттіңіз. Яғни садақа берген кезде, садақа беру арқылы да адам өзінің ауруынан айығады дедіңіз. Бүгінгі таңда көптеген жағдайларға куә болып жатамыз. Әртүрлі диагноздармен, тіпті Қазақстан емес, шетелдерге де сабылып қаншама жандар ем іздеп жүр.
қаншама ақшаларын сарп етіп сол жолда тапқан дүниелерінің барлығын қарызданып, тіпті елден көмек сұрап шетелдерге барып жүрген қаншама қазақтарды, қаншама бауырларымызды көріп жүрміз. Енді осыларға жаңағы айтқан сияқты сол жаққа бармай, егер дұрыс диагноз қойылмай жатса, көзі толық жетпей жатқан болса, сол жаққа бармай-ақ белгілі бір деңгейде садақа беру арқылы да олар ауруынан айығуына мүмкіндік бар деген сөз. Бұл да шипаның бір түрі, яғни да? Иә, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи өзі хадисінде айтқан нәрсе. Өте жақсы нәрсе екен. Шынымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне, сүннеттеріне назар салатын болсақ, кейбір бұйрықтарға қарайтын болсақ, бұл біздің тек қана пайдамызға ғана шешілгенін, көзделгенін біз байқаймыз. Жоғарыда айтып өттіңіз, садақаның түрлері бар дедіңіз, зекет және садақа деп екеуін екеулеп айттыңыз. Зекет бұл парыз дедіңіз. Енді кейде осы зекетке қатысты, егер адам зекет мөлшеріне мал дүниесі жетіп тұрып, бермеген жағдайда қандай жазалар болады оған, осы дүниеде немесе ақыретте, ал берген жағдайда қандай пайдалар болады, соған кішігірім тоқталып өтсек. Зекет енді бұл мал мүліктен артылған нәрсені айтады, қалдығын. Бұл жерде бұл берілу керек, Алла тағаланың өзінің бұйрығы. Зекеттің бір артықшылығы сіздің мал мүлкіңізді көбейтеді, ол кемітпейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи өзінің хадисінде садақа мал мүлікті кемітпейді дейді. Біз ойлауымыз мүмкін, мынаны қазір беретін болсақ, бұл көбеймей қалады, кеміп қалады деген нәрсе болуы мүмкін. Себебі адам дүниеге жақын болғаннан кейін Алла тағала Құран кәрімде айтады, сендер дүниені көзсіз жақсы көресіңдер, сөзсіз жақсы көресіңдер дейді. Демек, адамның табиғатында мына дүниеге жақындық, дүниені жақсы көру деген нәрсе бар. Бірақ енді барынша біздің шариғи мәтіндерде дүниені уақытша екендігін, дүниені тәрк ету керектігін, дүниеге байланбау керектігі турасында өте көптеген өсиеттер, бізге бұйрықтар айтылады. Ал енді зекет те адамның өзінің тауып жатқан дүниесі болғаннан кейін, Құдай тағала тарапынан беріліп жатқан, оның белгілі бір мөлшерін мұқтаждардың ақысы ретінде беруі керек болады. Бұл оның сол мал мүлкінің көбеюіне себеп болады ертеңгі күні. Содан ал енді оны бермеу жағы ол үлкен күнәларға жатады. Зекеттен қашу, зекеттен жалтару бұл үлкен күнә. Себебі Алла тағала парыз еткен амал болғаннан кейін бұны сол беретін кісі беру керек. Бұдан қашуға болмайды. Жақсы, рахмет. Яғни бұл парыз, міндетті түрде зекет мөлшеріне жеткен мал дүние иесі мұсылман адам зекеттің жаңағы белгілі бір мөлшерін 2,5%, соны беруі керек. Енді кейде мынандай бір жағдайлар орын алып жатады. Бір ауылдарда біреулердің малдарын қасқыр шауып өлтіріп жатады, немесе ұры қарныға қолды болып кетіп жатады, тағы басқа болып жатады. Осы нәрселерге себеп болатын, егер зекет бермесе осындай нәрселердің болуы мүмкін ба? Бұл енді түрлі жағдай болуы мүмкін. Мысалға сен зекет бермесең сол малыңнан басқа жол арқылы Алла тағала сол затты сенен кетіріп тастауы мүмкін. Жаңағы мал мүліктерді қасқыр шауып кету сияқты. Бұл көп біз куә болғанбыз кісілерден. Айтады, жаңағы садақамды бермедім, зекетімді бермедім, сол бәрібір сол далаға кетті дейді. Мысалы басқа жолмен жұмсалып кетті дейді. Сондықтан керісінше сіз оны берсеңіз қандай сауап тұр еді бұл жерде, қашпай деген сияқты. Бәрібір сіз одан қашсаңыз да қанша, ол бәрібір сіздің күнә болып ертең айналып келеді алдыңызға. Рахмет. Жалпы Абай атамыз айтады ғой, адамдардың ең жақсы қоғамға пайдалы болғандары дейді. Бұл жерде де үлкен астына үңілетін болсақ мән жатыр. Зекет беруші адамда сол Абайдың айтқан сөзіне кіре алады, зекет беру арқылы қоғамға пайдасын тигізіп. Бұл біріншіден сауап, екіншіден қоғамға пайдасын тигізіп жатыр. Ал бермеген жағдайда қоғамға зиян тигізеді және мал дүниесі Алланың қалауымен басқа да жолдармен кеміп азайып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан Алланың парыздарын орындау бұл қай жағынан да біз беніңізге тек қана пайдалы екенін түсінеміз. Жақсы, рахмет зекет жайлы ақпарат бергеніңізге. Енді жаңағы біздің негізгі тақырыбымызға оралайық. Садақа бәле жаланы қайтарады деп жатырмыз. Жалпы садақа біздің қандай нәрселерден бергеніміз абзал садақаны және кімдерге бергеніміз дұрыс? Жақсы, садақаның енді бұл хадистерде көп айтылады. Ең бірінші кезекте біздің өзіміздің нәпақамызды тауып жатырмыз, отбасымыз лайықтырақ негізінде. Жақын адамдар яғни, жақын туысқандарға берілген садақа дейді. Тіпті кейбір хадистерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, ең жақсы садақа өзің жақтырмайтын бір туысыңа берген садақа дейді. Өзің ұнатпайтын адамға берген садақа дейді. Бұл жерде үлкен хадистен тағылым алуға болады.
бұл жақсырмайтын, ұнатпайтын адамға садақа беру арқылы сен бірінші кезекте өзің жүрегіңді жұмсартасың. Арадағы туысқандық қарым-қатынас. Ана жақтырмайтын адамыңды, оның да жүрегін жібітесің деген секілді арадағы бір сүйіспеншілікті оятады. Содан осындай садақалардың түрлері бар. Енді ең бірінші кезекте жаңа айтып өткеніміздей жақын адамдардан бастау керек, және бұған мұқтаждар лайықтырақ. Садақа ақша түрімен беріледі, немесе азық-түлік, киім-кешек деген секілді материалдық заттармен беріледі. Және де дым адам қолынан келмей жатса, жақсы сөз, мұсылманның бауырыңа жүзіне күлімдеп қараудың өзі пайғамбар садақа деген. Ал енді бұрын жаңа айтып өткендей зекет бар, садақа бар, және инфақ деген дүниені ғалымдарымыз айтады. Инфақ деген адам өзінде жоқ болып тұрса да бір жақсы бір амал жасау. Бұл да Құдай жолындағы бір садақа болып есептеледі. Бұрын адамдар бір зат сұрап келетін болса, ештеңе қолында табылмай тұрса да бір өзім нан беріп жүретін болған. Ең болмаса осы Құдай жолындағы менің бір жақсылығым болсын деп, жаңағы адам құр қол кетпесін деп айтатын болған. Енді баяғыда әжелеріміз бізге айтатын, балам, біреу бірдеңе сұрап келсе жоқ деп айтпа деп, жоқ деген жоғалады деп осы сөздерді айтатын. Болмай жатыр, немесе көрейік деген сөздерді көбірек айтыңдар. Егер өздерінде болмай жатса, жоқ деп айта бермеңдер. Көрейік, көмектесіп көрейін, немесе қазір болмай тұр еді менде деген сөздерді айтыңдар деп бізге өсиет ететін. Демек, жоқ деген сөзді мұсылман айтпай, керісінше сол алдыңызға келіп тұрған мұқтаж жанның әйтеуір бір қажеттілігін өтеп беруге әрекет жасауымыз керек екен. Сұрап тұрған нәрсесін бере алмасақ та, әйтеуір соның бір бөлігін берсек те, ол да бір үлкен нәрсе да негізі. Біз ойлаймыз, біреу бір зат сұрап келсе, тап сол нәрсені мен тауып беруім керек екен деген сияқты. Ол нәрсе тап сол сұрап келген нәрсесі сізде болмай жатса, соның бір бөлігін немесе бір қолыңызда барын көмектессеңіз, бұл да Құдай жолындағы садақа болып есептеледі. Сол бергеніңіз үшін Құдайдың алдында дәрежеңіз өсіп, күнәларыңыз кешірілуіне себеп болады екен. Енді жаңағы көбісі жаңағы садақаны берген кезде алдындағы бәле жаланы қайтарады деп береді ғой енді. Бұл да дұрыс өте. Себебі адамның өмірінде алдағы не күтіп тұрғанын ешкім білмейді Алладан басқа. Түрлі сынақтар болуы мүмкін, түрлі аурулар болуы мүмкін. Ал сол нәрселердің алдын алу, соларды кетірудің бірден бір жолы осы садақа. Садақа беру арқылы біз алдымызда келе жатқан бәле жаланы қайтарады екенбіз. Бұған нақты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі хадисі бар. Садақа бәле жаланы қайтарады деген пайғамбарымыз сөзі бар. Демек, осы сөзге амал ететін болсақ, біз өміріміздегі сынақтарды кетіруін себепші болады екенбіз садақа беру арқылы. Содан осындай садақаның түрлері бар екен. Рахмет, Алла разы болсын. Қазақ садақаны сауда бер деп айтады, яғни бәле жала келмей тұрып, басың аман кезде, амандығыңа шүкіршілік ретінде Аллаға берген садақаларың болашақтағы бәле жаланы қайтарады деген сөз ғой. Бас амандығы үшін садақа беріп жатады. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Енді жаңа жоғарыда бір аяттарды айтып кеттіңіз, хадистерді айтып кеттіңіз, садақа болсын, зекет болсын, бұл мал дүниені азайтпайды дедіңіз. Осы тұрғысынан айтып кетсеңіз, яғни қазіргі таңда кейбіреулер жаңағы бизнесті үйрететін жандар деп айтсақ болатын шығар, нақтырақ. Осы бизнестің даму үшін, кәсібіңнің алға жүру үшін, және де табысыңды арттыру үшін де белгілі бір деңгейде садақа беріп тұру керек деген сияқты сөздерді айтады. Осы дінімізде қаншалықты рас немесе дұрыс? Пайғамбарымыз жаңағы айтып өткен хадисте садақа мал мүлікті азайтпайды, кемітпейді дейді. Жаңа аятта жұмсасаң Алла орнын толтырады деген сияқты. Бұл мен өзімнің өмірімде көрген көптеген бір мысалдарды келтіруге болады. Таныстарымның ішінде де соңғы ақшамды бердім дейді. Сол күні басқа бір Алла тағаланың қалауымен басқа жерден келіп қалды дейді, сол ақша. Демек, бұл жұмсау арқылы еш уақытта сіз ұтылмайсыз бұдан. Жұмсайсыз, ол қайтып келеді деген секілді. Ал енді мынау Абдулла ибн Омар деген үлкен сахаба өткен. Бұл сахаба құл көбі, ол кезде құл кезеңі ғой, енді құл ұстайды ол кезде, қызметшілер ұстайды. Сол мұсылмандық қабылдаған құлдарын, қызметшілерін азат етіп жібереді екен сол кісі. Сонда бір ішінде құлы намаз оқып, тақуа болып сөйтіп жүр екен. Сонда халық айтады екен, Абдулла, мына пәленше негізі исламды қабылдаған жоқ бұл. Бұл азат болу үшін, сенің көзіңе көріну үшін, саған жағыну үшін бұл мұсылманшылық ұстанып жүр деген кезде, біз Алланың разылығы үшін алдануға разымыз деген сөзді айтқан. Демек, бұл жерде Абдулла ибн Омар оның бір
шынайылығын көріп тұрған жоқ, ол өзін ойлап тұр да, өзін мен азат етсем, мен Құдайдың разылығына жетемін деп тұр да. Демек, біз садақа берген кезде де осы нәрсені көбірек ойлауымыз керек. Дұрыс, әлбетте адам өзінің жұмсалып жатқан мал мүлкін қай жерге барып жатқанын, тиісті орынға барып жатқандығын талап ету, ол оның құқығы. Демек, бір көмектесіп жатса, көру керек ол нәтижесін деген сияқты. Ал енді бірақ оның артына түсіп кетіп, оны дәлелдеу деген нәрсенің барлығы бір мұсылманға жағымсыз қасиетті, бір міндетсіну сияқты болып көрінеді. Ал енді жақсы бір қомақты қаржы, бір үй беріліп жатса, оны енді дұрыс қарау керек, дұрыс жерге жұмсалып жатыр ма деген секілді. Ал енді болмашы бір дүниелерді оның артына түсіп, бұл қайда кетті деген секілді іздеудің өзі бір мұсылманшылыққа бір сын дүние сияқты, менің ойымша, бір сіздің бойыңыздағы жаңағы міндетсіну, бір майдалану деген нәрсені күшейтіп жіберетін сияқты. Сондықтан Абдулла ибн Омардың өмірінде біз көретініміз, біз Алла разылығы үшін алдануға разымыз деген да. Демек, осындай бір күшті бір өнегелі сөзді айтқан. Демек, біз бір зат жұмсап жатқан кезде, біреуге көмектесіп жатқан кезде, біз бірінші кезекте Құдайдың разылығын ойлауымыз керек. Ары қарай бұл Құдайдың еншісін деген нәрсе бізге соның сауабын береді екен. Содан бірінші кезекте лайықты адамдарға берілу керек. Ол берілген нәрсе өзінің діттеген жеріне жетуі керек, оны қадағалауымыз керек екен. Және жаңа бұл кәсіпкерлер болсын, айтып өттіңіз, бизнесмендер болсын, насихаттарында жұмсау керек, ол қайтып келеді деген сияқты. Бұл да бар шариғатымызда, айтып өткендей, сіз қаншалықты жұмсасаңыз, соншалықты ол сізге еселеніп келеді. Еселеніп сізге келеді деген, оның мысалдары өте көп. Алла разы болсын. Қазақта да бір әдемі сөз бар, шығын шықпай кіріс кірмейді дейді. Яғни бірінші біз көп ақша табу үшін белгілі бір деңгейде шығынды шығаруымыз керек. Содан кейін оның Алла жаңа берекетін беріп, кіріс тағы да артып кіреді екен де. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Жаңағы Али радиаллаху анхудың, Алла разы болсын, бір оқиғасы есіме түсіп отыр. Жаңағы үйінде отырса бір күні біреу келіп, жаңағы оранып алған есік қағып, жаңағы бір табақтан 9 анарды береді дейді. Сосын әлгі Али санап тұрып, мынаның біреуі қайда деп сұрайды дейді. Сосын оны қайдан білдіңіз десе, сөйтсе Фатима анамыз сол кезде жерге екен. Фатима анамыз жаңағы анар жегім келіп тұр деп, Али базарға барып бір түйір анар алып келе жатса, жолда бір қайыршы сұрап алып, соған беріп кеткен екен да. Сөйтіп үйіне келген кезде артынша есік қағылып 9 анардың келгенін айтады. Оны қайдан білдіңіз деген кезде Алла айтады, берген бір садақаңды саған 10 есе қайтарып береді дейді. Мен жаңа ғана бір анар садақа берген едім, енді 10 қылып қайтарып беріп, 9 біреуі қайда деген сияқты. Сөйтсе әлгісі өзінің де қарны ашып біреуін алып жеп қойғандығын айтады да. Шынымен де қарап отырсақ, бұл ақиқат нәрсе, және дәлелденген нәрсе, бұл және пайғамбардың сүннеті. Біз қанша шығын шығарсақ та, ол еселеніп бізге қайтып келеді. Жарайды, дегенмен де бұның бір мөлшері бар шығар. Мысалы, табиғатта, шариғатта, тарихқа қарайтын болсақ, небір сахабалар өтті. Солардың бірі жаңағы бүкіл түйелерін толығымен жаңағы садақа қылып жүргендігі жөнінде бір оқиғаларды кездестіреміз. Ешқандай мал дүниесі қалмаған, бүкіл беріп жүрген, тағы да нөлден бастап ол көтерілгендігін біз білеміз. Бірақ бізге қаншалықты деңгейде осы нәрсе жүреді? Мысалы, болуы мүмкін ғой, біреу кішкене осындай уағыздарды, насихаттарды, сауаптарын тыңдап алған кезде сәл бір эмоцияға беріліп, немесе бір кішкене мотивациямен бүкіл мал дүниесін беріп қалып, ертең отбасына зұлымдық жасап қоймай ма деген сияқты тұстарға біз қаншалықты мән берсек болады осы жағына? Иә, әлбетте жаңа айтып өткенімдей, садақа ең бірінші біз өзіміздің отбасымызды нәпақамен қамтамасыз етуге міндеттіміз ер адам болғаннан кейін. Сондықтан біз біреуге көмектесетін кезде біз өзіміздің отбасымызға бір зиянын тигізіп алмауымыз керек. Ал енді бұл барлығы негізі ниетке барып тіреледі. Ниетке байланысты дейді амалдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Абдулла ибн Мубарак деген үлкен ғалым былай деп айтқан. Ниет сондай бір ғажайып нәрсе. Бұл шаң тозаңдай бір істі таудай сауап қылып жібереді дейді. Сол сияқты таудай бір амал жасадыңыз, оны шаң тозаң жоқ қылып жібереді дейді. Мысалға бір көзге көрінбейтін болмашы бір нәрсе істедіңіз, бірақ ниетіңіз Алла разылығы болатын болса, ертең таудай сауап болып алдыңызға келіп тұрады. Сол сияқты бір үлкен көзге көрінетін бір іс жасадыңыз, бірақ Алла разылығы үшін емес, сізді біреу жомарт десін, бай десін, тақуа десін деген сөз үшін жасадыңыз. Сол таудай жасаған амалыңыз ертең Құдайдың құзырында ешбір құны қалмайды оның. Сондықтан ниетке байланысты бұл нәрсе. Қанша берсеңіз де, ниетіңізге қарай берсеңіз, соған қарай сауабыңызды алады екенсіз. Белгіленген бұл садақаның мөлшері жоқ. Сондықтан қолыңыздан келгенше көмектесіп, Алла Тағала Құранда айтады,
сендер өздерің жақсы көретін нәрсені Құдай жолында жұмсамайынша жақсылыққа, игілікке жете алмайсыңдар дейді. Ал енді біз біреуге көмектесетін кезде, әлбетте шамаңыз келсе, жақсырақ бір дүниелерді бергеніңіз жақсы. Өзіңіз тоздырып тастаған, өзіңіз тоздырып тастаған заттарды емес, жаңа бір киімдерді беріңіз деген секілді. Өзіңізден қалған құтқанды бермей, жаңадан бір жақсы көретін затыңызды беріңіз. Бұл жерде сіздің бір дархандығыңыз, кеңшілігіңіз көрініс табады. Ал енді ештеңе бере алмаймын десеңіз, онда жақсы сөз айтыңыз, бұл да садақа екен. Жақсы күлімдеңіз, жақсы мәмілелесеңіз, бұның өзі садақа екен. Жаңағы садақа сөзінің тілдік мағынасын айтып өттік қой, жаңа шыншылдық деп, ықылас. Кез келген ықыласты амал, шынайы жасалған амал, бұның бәрі садақа өсіп келеді. Садақа арқылы күнәміз кешіріліп, Құдайдың алдында дәрежеміз көтеріледі екен. Осы ниетке қарай, шыншылдыққа қарай ұйысатын болсақ, барлық мәселе шешіледі деп ойлаймын өзім. Рахмет, Алла разы болсын. Біраз нәрсені басын ашып айтып бердіңіз. Жалпы қай жағынан қарайтын болсақ та, садақа беру тек қана бізге пайдасын тигізеді екен, және қоғамға да пайдалы екен. Әрине, қоғам дұрыс болатын болса, мемлекетіміз дұрыс деген сөз ғой. Сондықтан қоғамның белгілі бір деңгейде жақсы жаққа қарай өзгеру үшін де әркімнің ырыс несібесі әртүрлі ғой. Біреу бай, біреу кедей, біреу орташа деген сияқты. Байлары кедейлерге, мұқтаждарға мал дүниесінен бір бөлігін садақа ретінде беріп тұрған жөн дейсіз. Жарайды, енді осы орайда бір сөздеріңізді айтып кеттіңіз. Жалпы садақаны берген кезде бір ар жағын қарау керек, ол қалай жетіп жатыр деген сияқты бір сөзді айттыңыз. Енді кейде бізде болады, көшеде келе жатамыз, қайыршылар болады. Қайыршылардың кейпіне қарап, оның қандай деңгейде немесе жобамен берген ақшаңды, берген садақаңды қай жаққа жұмсайтынын да біліп тұрасың. Осы тұста біз біліп тұрсақ та, оның жаңағы нан немесе тамақ алып жемейтіндігін біліп тұрсақ та, берсек ол бізден садақа болып есептеле ме, және ол қаншалық деңгейде дұрыс бергеніміз? Өте орынды сұрақ. Мына құдси хадис бар. Алла Тағала айтады, мен құлын айтады екен, мен ауырдым, неге маған келмедің дейді. Сонда Алла енді біздің сеніміміз бойынша бүкіл кемшіліктерден пәк, нұқсан сипаттардан пәк, кемел сипаттарға ие, қалай ол ауырады деген сияқты. Сол кезде Алла Тағала айтады, менің пәленше деген құлым ауырды, сен оның жағдайын сұрап бармадың дейді. Сол сияқты мен су сұрадым, мені су бермедің дейді. Пәленше деген бір құлым су сұрап келді, сен соған су бермедің деген сияқты. Біз өзіміз күнделікті көріп жүрген нәрселерге кейде мән бермейміз. Мысалға, қайдан білеміз? Сол келіп тұрған алдымыздағы қайыр сұрап тұрған адам мүмкін сол Құдай Тағаланың разылығы сол жерде жатырған шығар, білмейміз. Сондықтан барынша шамамыз келе тұрса, алдымызға қайыр сұрап келсе, көмек сұрап келсе, бергеніміз жақсырақ. Бұл жаңағы бұлай айтуға болмайды да, бұл қайыршылар халық арасында айтылады ғой сөздер. Бұлар бізден бай, бұлардың кәсібі негізі бұл деп та. Бірақ ол қаншалықты кәсібі болса да, сіздің алдыңызға келіп тұр ғой, сіз басқа біреуге емес, сіз соған кездесіп тұрсыз. Жаңа құдси хадисте айтылғандай, бүгін Құдай Тағала сізге сіздің жомарттығыңызды, сіздің дархандығыңызды бір сынау үшін сізге жіберген шығар сол адам. Сол кезде сен былай тәкаппарлық етіп кетіп қалатын болсаң, онда ар жағындағы үлкен сауаптан құр қаласың деген сөз. Алла разы болсын. Яғни садақа, қайыршылар қайыр сұрап тұрған кезде оның ар жағын тексерместен бергенің жақсы. Бұл саған келіп тұрған Алладан сынақ, мән берген дұрыс екен. Енді соңғы сұрағымды қояйын, қысқа жауап беріңіз, сонымен иншалла қорытындыласақ. Рия мәселесінде, мысалы, біреулер берген нәрсесін айтқысы келмей жатады, рия болып кетеді деп, жаңағы осыған қаншалық деңгейде не дейді шариғат? Мысалы, мен біреулерге үлгі болу үшін бір үй бергім келеді, басқаларға да үлгі болайын, осы түсінбедім деген сияқты. Соны жариялап интернет желісіне салғым келеді, бұған не дейді жалпы? Жалпы қоғамда бір көмек жасау, садақа ету азайып жатқан кезде негізі садақаны жария жасаған дұрыс. Яғни басқаларға үлгі болу үшін, өзгелердің жүрегін жібітіп, оны сол жақсылыққа құлшындыру үшін жасағанда тұрған ештеңе жоқ. Ол ниетке байланысты айтып өткендей, жүрек мәселесі, ол жерде рия араласпайды негізі. Жақсы, яғни сауабы кемітілмейді деген сөз ғой. Жақсы, рахмет, құрметті Ержан имам, Алла разы болсын. Құрметті ағайындар,
садақаны сауда бер дегендей, басымыз аман кезде мал мүлкіміздің белгілі бір мөлшерін садақа ретінде кедей кепшікке, жоқ жетікке беріп, қарасып жүрген бұл нағыз мұсылмандықтың бейнесі екен. Және де садақа бәле жаланы қайтарады дейді. Алдымызда иншалла не болатынын біз білмейміз. Сондықтан да өміріміздің, болашағымыздың жарқын болуын қаласақ, мал дүниемізден белгілі бір деңгейде садақа жұмсап отырған жақсы екен. Алла тағала біз бенен сізді ең жақсы, ең көп садақа берушілердің қатарынан етсін. Отбасыларымыз аман болсын, мал дүниелерімізге береке берсін. Келесі жұма күні жүздескенше сау, саламат болыңыздар.